Сәлем достар, сіздер мен Диляра. Бүгін багет рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге тұз, ашытқы, ұн және су қажет. Алдымен құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Оның үстіне тұз бен ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Суымыз бөлме температурасынан сәл жылы болу қажет. Оның үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Алдымен лопаткамен, кейін қолмен жақсылап қамыр илейміз. Қолымызға сәл жабысып тұратын қамыр шығады. Ыдысымызды майлап, қамырымызды салып, бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін қамыр көтерілген соң, қолымызды майлап, астынан жоғары қаратай, қатты баспай қамырды, қайта пленкамен бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Енді столға ұн сеуіп, қамырды 2-ге бөлеміз. Енді видеодағыдай багеттің формасына келтіреміз. Саусағымызбен шетінен ішке қаратай орап шығамыз.
Түйілген жағын астына қаратамыз. Екінші қамырмен дәл солай істеп шығамыз. Енді листіміздің үстіне пергамент қағаздарын төсеп, қамырды қойып шығамыз. Екі жағынан орамалды қойып шығамыз. Ортасын пергамент қағазымен бөлеміз. Бетін жауып 30 минутқа көтерілгенше қоямыз. Енді духовкамызды 220 градусқа дейін көтеріп, листімізға су құйып қоямыз. Ылғалдың көмегімен багетіміздің сырты қытырлақ болады. 30 минут өткен соң орамалдарды алып, бетіне кішкене ұн сеуіп, диагоналмен кесіп шығамыз. Енді пешімізге саламыз. Конвекциясыз 20-25 минут пісіріп аламыз. Кейін 10-15 минут конвекция режиміне қосып тағы пісіреміз. Иісі керемет, сырты қытырлақ, өте тамаша багеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар.